ағымдағы жылғы 20 қаңтарда Қызылорда қаласында мемлекет басшысының бастамасымен ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысы өтті. Президент өз сөзінде саяси жүйені жаңғырту, парламент құрылымын реформалау, болашақта бір палаталы құрылтай парламентіне көшу, конституциялық комиссия құру мәселелерін атап өтті. Кез келген заң бұзушылыққа толық тосқауыл қою біздің басты мақсатымыз. Болар елдің балдары бірін-бірін батыр дейді деген. Сол болар ел сияқты бір-бірімізге дер кезінде заңдылықты бұзбау туралы ақылымызды айтып, тоқтау айтып, бірге болайық. Биылғы 2026 жыл министрмен балалар жылы деп жарияланды. Балалар елдің болашағы болса, ендеше олардың қауіпсіздігі мемлекеттің тікелей міндеті. Министрдің тапсырмасына сәйкес осы жыл заң және тәртіп қауіпсіз балалық кепілі ұранымен өткізілуі тиіс. Бұл ретте де жүйелі жұмыс жүргізілуін талап етемін. Талқылауға салып, ары қарай осы жұмысты жалғастырсаңыз. Рахмет.